Қарақалпақлардың ескі ата-бабалары біздің эрамызға шекемгі 7-5 әсірлерде Арал теңізінің құбылас-шығыс аймақтарында жасаған сақ массагет қауымдері есептелінеді. Сол қатары өзбектер де һәм басқа түрки халықтар да өзінің ескі ата-бабалары қатарында сақ массагетлерді тілге алады. Бұл дегені Орта Азияда жасайтын халықтардың түбі бір туысқан халық екенлігін аңлатады. Массагетлердің өздері бірнеше қауымдерден ібарат болған. Солардан апасияқлар һәм аугасилер қарақалпақлардың текарын салуда үлкен рөл ойнаған. Демек, массагетлер құрамындағы апасияқлар қарақалпақлардың бірінші аты десек те болады. Апасияқлар жасаған дәуірде Сырдарияның төменгі жағасында аугасилер жасаған һәм оларға 6-8 әсірлерде шығыстан түрки қауымдар келіп араласады. Олардың араласуынан 7-8 әсірлерде Амудария бойларында пешенек қауымы пайда болады. Демек, қарақалпақлардың қалыптасуында ұйытқыны құраған пешенеклер түрки қауымдардың апасияқларға араласуының нәтижесінде пайда болды. Қарақалпақлардың айемнен осы жерде жасағанлығынан дерек беруші қалалардан бірі бұл Топрақ қала. Қарақалпақлардың құрамындағы рулардың белгілері ізлері Амудария бойында айемгі дәуірде салынған имараттардан да табылған. Мәселен, 2-3 әсірлерде салынған Караматлы сарай Топрақ қала әзіргі Елік қала районы аймағында жайласқан болып, бұл Топрақ қаланы салуда көплеген қауымлер қатынасқан. Қатынасқан әрбір қауым өзі құйған гербішке өз тамғаларын басқан. Бұл тамғалардың неше түрлі екенлігін анықтау мақсатында қаланы қазған археологлар сарайдың әр түрлі жерлерінен қаланған гербіштерден 624 дана гербіш алған. Солардың ішінде 60 гербіште тамға болмаған, ал қалған 564 гербіште 66 түрлі тамға барлығы анықланған. Олардың арасында қарақалпақ руларының 6 түрлі тамғалары ұшырасады. Бұлар Қоңырат Қостамғалы руының тамғасы, Мүйтен руының тамғасы, Кенегес руының тамғасы, Қоңырат Қарамойын руының тамғасы, һәмде Қыпшақ руының тамғаларынан барады. Бірақ бұлардың ішінде қарақалпақ руларының тамғаларының саны аз көрінгеніменен осындай тамғалар салынған гербіштердің саны көп болған. Мәселен, 564 гербіштің 313-інде жоғарыда айтылған қарақалпақ руларының тамғалары табылған. Демек, осы тамғалардың өзінен ақ қарақалпақлардың ата жұрты айемгі дәуірлерден бастап ақ Арал һәм Амудария бойларында болғанлығын тастиқлайды.